Сәлем, саған интернеттен үш ақша табу жолын көрсетемін. Телефон арқылы және салымсыз. Егер де шынымен онлайн арқылы интернет ақша тапқың келсе, онда осы бейнероликті соңына дейін көр. Әңгімені көп созбай, бірден іске көшейік. 2 ай бұрын Docs жобасында мен 40 мың теңге тапқан болатынмын. Соған ұқсас аналог жоба Pavs деп аталады. Бұл сіздің Telegram аккаунтыңыздың жасына байланысты монета беріледі бастапқыда. Одан кейін сізге күнделікті активность көрсету керек. Қандай активностьтер қазір айтатын боламын. Сосын достар, листинг болған кезде Pavs криптовалютасын сіз долларға ауыстыраса, кейін теңгеге шығарып алатын боласыздар. Сондықтан бұл жобаны өткізіп жүрмейміз. Жобамен таныс болайық. Ортада сізде қанша Pavs тиыны бар екен көрсетіліп тұрады. Менің нұсқамда 125 мың жиналған екен. Және де өзінің комьюнити бар екен, яғни басып көрейік қанша 16 миллион өзінің Telegram аккаунттарында бар. Бұндар қатысушының саны 42 миллионға тең болған. Ол жайлы осы посттан сіздер оқи аласыздар. Енді лидерборд бізге маңызды бөлім емес, нақты вот тоже маңызды емес, өткіземіз, бірақ та бұны қазір кейін істейтін боламыз. Friends бөліміне өтіп, өзіңіз жеке сілтемеңіз арқылы адамдарды шақыратын болсаңыз, сол адамдар тапқан Pavs тиынның 10% саған бонус ретінде түсіп отыратын болады. Бұның бәрін қоя тұрып, бізге ең басты назар аударатын жер бұл Yearn бөлімі. Yearn, яғни қазақша айтқан кезде тапсырма. Бұл жақта сіздерге тапсырмаларды орындау керек, соның арқасында сен Pavs тиынын жинайтын боласың. Давайте бірінші ортаңғы бөлімге қарайық. In-game деп аталады, және де социальный сеттерге сіз подписка жасайсыздар, одан кейін некосоциальный кошелегіңізді тіркесеңіз, сізге 3000 Pavs тиыны беріледі. Енді сол жаққа өтейік, мына жақта лимит етіп тұр, мына жақта go what, яғни сіз голосование жасау керексіз. Осы 3 ойынға мен мысалы мына жақта Booms'ты таңдаймын, өйткені Booms хайп жолында жүр, және де бұл Booms жайлы мен келесі бейнероликта сіздерге көрсетіп таныстыратын боламын. Сондықтан достар, арнада тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Давайте Booms'қа өтейік. Мына жақта менде қазір сізде 90 звезд қалған, сондықтан мен қазір 90-ды мына жаққа басамын, және де сент деген түймені басамын. Достар, айта кетейін, бұл жұлдызды сіз тиынға сатып алатын боласыз. Мен 100 жұлдызды 1100 теңгеге сатып алдым. Енді мен бұны голосование ретінде жіберетін боламын. Бұлдан қандай пайда десеңіздер, яғни біз бұл жаққа донат жасап жатырық. Донаттың арқасында негізі дроп болған кезде бізге жақсы берілетін болады. Сондықтан егер де артық ақшаларыңыз болса, онда ол жаққа голосование ретінде ақшаны салсаңыздар болады. Бірақ бұл прям нақты істеу керек деген ешқандай ұғым жоқ. Сондықтан егер де ақшаларыңыз болмай жатса, ыңғайы келмесе, онда өткізіп жүрсеңіздер болады. Енді осыға голосование берген үшін мен claim деген басамда, және де 10 мың Pavs тиыны маған қоржыныма түсті. Партнеры бөліміне өтсек, мына жақта бірінші бізге мысалы подписка жасау керек. Осы Bams комьюнитиіне қайтадан артқа өтейік. Claim check деген басамын. Claim 150 Pavs тиыны берілді. Мына жақта мысалы просто осыны ашқан үшін бізге тағы да 150 монетасын аламыз. Pavs'ın негіз партнер ретінде 3 Telegram ойыны көрсетілген. Ол Booms және де Clayton и нақты Darkchain деген. Мен қазір сәтте Booms қана қызық болып тұр, сондықтан осы Booms'тың тапсырмасын істеймін, қалғандарын қоя салам. Ал егер сіз істеймін десеңіз, welcome әрине істеп қойыңыз. Осылай достар, күнделікті Pavs монетасын жинап отырамыз, және де күнделікті квесттерді қалай өту керекті мен өзім Telegram группамда салып жүрмін. Сондықтан Telegram группа тіркеліп қойыңыздар, және де күнделікті Pavs тиынын алып отырыңыз. Жақын арада листинг болған кезде онда тыс ақпаратты мен Telegram группа салатын болам. Одан кейін дальше қалай оны USDT ауыстырып, қалай Каспий Голдқа шығаратынымызды толықтай сіздерге келесі видеороликта көрсететін боламын. Екінші ақша табу жолы pool, яғни launch pool, немесе кейбіреулер стейкинг дейді. Жалпақ тілде айтқан кезде біз депозитке өзіміздің криптовалюта долларымызды саламыз, соның проценті табысы бізге обратно түсетін болады. Депозит 6 күнге созылады, сол 6 күн ішінде сізге түскен криптовалюта кейін оны USDT-ға ауыстырасыздар, және де Каспий Голдтарыңызға ақшаны шешіп алатын боласыздар. Бұл жақта сіздер ақша құяр кезде ешқандай комиссия ұстамайды, сіздің ақшаңыздан айырылмайсыздар, тек қана просто заморозкта жататын болады 6 күн, тіпті оны любой күні шешіп алсаңыздар да болады. Сондықтан бұл жақта қарап тұрсаңыздар, ешқандай риск жоқ. Мына мажорға листингке 3-4 күн қалды, стейкингті ашты, и осы арада бізге просто пул, яғни монетаны құю керек. Бастапқыда сіздер нақты зарегистрироваться и участвовать деген түйме тұрады, оны басасыздар,
жатыр. Енді мына жақта внесите свой стейкинг и зарабатывайте дейді. Яғни тон ретінде құю керексіздер. Бізге сіздерге совет беремін, тек USDT ретінде құйыңыздар. Мысалы пул USDT деп тұр. Осыны таңдайсыздар. Және де бұл жақта сіздер минимально депозит жасай аласыздар, $100 басталады. Максимально $2000. Мысалы максимум бассақ, бұл жақта $2000 көрсетіп тұр. Мысалы сізде $1000 бар. Осыны басасыздар да галочканы қоясыздар и подтвердить деген түймені басасыздар. Болды. Сосын актуальный стейкинг болып жатқан кезде сізге күнделікті осы мысалы мажор монетасы түсіп отырады сізге. Одан кейін 3 күннен кейін листинг болғаннан кейін сіз спотовый торговля арқылы осы мажор монетасын, яғни уже ол кезде криптовалюта болады. Сол криптовалютаны USDT ауыстырасыздар, USDT-ді P2P торговля арқылы сіздер Каспи Голдтарыңызға шешіп алатын боласыздар. Мысал ретінде жақын арада Smile криптовалютасының пулына қатысқан болатын. Сол кезде мен $1000 стейкингқа салған болатын. Соның арқасында енді ол кезде 6 күн деп тұрған, мен бірақ 5 күнге бір күн кешігіп салған болатын. Сол 5 күн ішінде менің тапқан табысым қазір нақтырақ айтып кетем, $7.52 $1000-дан қарап тұрсаңыздар. Бұны теңгеге шаққан кезде 3712 теңге. Ал егерде мысалы $2000 салатын болсаңыздар, уже сіздер 8000-9000 табасыздар. $500 салсаңыздар, $1000 теңге табасыздар деген сияқты. Сондықтан бұл жақта калькулятормен және процентпен есептеуге болады негізі. Иә, достар, процент аз, бірақ та ешқандай риск жоқ және сенімді бұл жақта табысты табасыздар. Бұндай лаунч пулдарды өткізіп алмау үшін әрине Telegram арнамы тіркеліп кетіңіздер, сіздерге ол жақта тыс ақпараттарды, пулдарды салып отыратын боламын. Үшінші ақша табу жолы бізге ноутбук немесе компьютер керек болады. Өйткені компьютерда немесе ноутбуктағы браузердің расширениесі арқылы табыс табатын боласыз. Расширенияның аты Grass деп аталады. Grass деген ол мобильный трафиктің сіздің кішігірім бөлігін алып отырады. Ешқандай скоросты түсірмейді, бар болған алып отырады. Соның арқасында сіздерге табыс тауып отырасыздар. Бірінші маусымда қатысқан болатынмын, бірақ та өкінішке орай ол жақта сәтті бітірмедім, себебі белгілі уақытта мен өзімнің кошелегімді тіркемеген болатын. Вот, енді ғана оны істедім. Бұл жақта кошелекті тіркеу үшін бізге қандай кошелек керек десеңіздер, нақты Phantom деген кошелекті расширение тоже сіздер компьютеріңізге жүктеп қоясыздар, осы кошелекті тіркейсіздер. Бұл міндетті түрде, достар, өйткені бұнда тіркемей қалсаңыздар, тағы да табыстарыңызды аламай қаласыздар. Бірінші эпоха басталып кеткен болатын октябрь мен ноябрьдің ортасында. Сосын достар, деген әр эпохта сіздер 100 сағаттан асыру керексіздер. Мысалы, біріншісі менде 100 сағаттан асты, енді дальше кеттік, эпоха 2-де қатысып жатырмын, қазір сәтте актуальны болып жатыр. Бұл жақта не істеу керек? Бар болған, достар, нақты storyден кіресіздерді және де нақты download деген түймені басасыздарды и өзіңіздің компьютеріңізға немесе ноутбугыңызға даже приложениесін жүктеп аласыздар. Мына жақта расширение болып тұрады. Мысалы, бұл онлайн түрде қазір сәтте маған Grass монетасы жиналып жатыр. Досым осы жаққа қатыса отырып $2000 табысы жеткен болатын. Я, бірақ та онда өзінің аудиториясы бар, сондықтан рефералдар бойынша жақсы табыс табуға болады, бірақ та рефералсызда бұл жақта кем дегенде адамдар $300-400 тапты. Сондықтан екінші маусымда тағы да көбірек бізге табыс береді деген сондай инфо бар. Сондықтан достар, неге қатыспасқа? Бұл салымсыз түрде бар болғаны. Grass криптовалютасы спотовый торговляда бар, өйткені бірінші маусым болған кезде листинг болып кетті. Енді қазір сәтте осы расширение арқылы біз криптовалютаны табамыз, кейін вывод, яғни бізге withdrawға доступны болған кезде шешіп аламыз, және бірден ол жақта листинг күтпейсіздер, бірден өзіңіз биржаңызға шешіп аласыздар, және де оны USDT ауыстырып, кейін Каспи Голдқа шешіп алатын боласыздар. Сондықтан достар, тегін түрде беріліп жатқан кезде, открыто болған кезде бұл жақта майнингқа кіріңіздер. Әрине, ноутбук, компьютер болса, осы расширениені қосып қойыңыздар, бұл ешқандай мешать етпейді. Просто сіз компьютерді қосқан кезде уже поинттарды олар ақырындап күнделікті тауып отырады. Осылай достар, интернеттен ақша табу жолдары өте көп, бірақ та кейбіреулерін міндетті түрде тексеру керек. Сондықтан тексеріп, уақытымызды дұрыс жолмен құртайық және ақшаны дұрыс табайық. Сіздермен мен болған Әлібек, келесі көріскенше.